Мен бұл реформалар ескіні жоққа шығару емес, әлемдік геосаяси ахуал талаптарын ескере отырып, мүмкіндіктерді тиімді пайдалану арқылы дамудың тың бағытын таңдау екендігін баса айтқым келеді. Осы орайда біз талқылап отырған әрбір өзгерістің өз мазмұны мен маңызы бар. Қызылордада өткен ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында күн тәртібінде мүлде тың бастамалар көтеріліп, болашақтың жарқын бағдары нақтыланды. Құрылтай отырысына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Халқы Ассамблеясы мен ұлттық құрылтайдың тарихи мән маңызы зор әрі айрықша жауапты миссиялары табысты аяқталды деп санауға болады. Енді жаңа институт ретінде Қазақстанның халық кеңесін құруды ұсынамын деп тарихи мәлімдеме жасады. Ел президенттің бұл бастамасын қазақстандық қоғам оң қабылдап белсенді түрде қолдау білдіріп жатыр. Бұл дегеніміз сананың жаңғырғанын көрсететін негізгі құбылыс. Ал конституциялық реформа жөніндегі комиссияның мүшесі ретінде мен осы халық кеңесінің құқықтық мүмкіндіктері мен қызметі ата заңымыздың жаңа редакциясына жан-жақты нақтылану керек деп санаймын. Осыған байланысты ортаға салынған ұсыныстарды, яғни Қазақстан Республикасының халық кеңесі Қазақстан Республикасы халқының мүдделерін қорғайтын жоғарғы консультативтік орган болып табылады деген норманы және Қазақстан Республикасының халық кеңесінің құрамы Қазақстан Республикасының азаматтарынан жасақталады деген норманы қолдаймын. Жаңғыру дәуірінде аса зор тарихи миссияны атқаруға тиісті Қазақстан Республикасы халық кеңесінің қызметінің мен өкілеттігі, құқығы мен міндеттері осылайша ата заңымызда нақтыланған жағдайда ғана оның қызметі баянды да нәтижелі болары сөзсіз. Әзірге ұсынысым осы.